Сәлеметсіздер ме, құрметті менің саршаян белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2025 жылға астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең басты тоқталатын нәрсе бұл сіздердің асцендент белгілеріңіз. Оны әр видеоларымда айтып жүрме, білесіздер. Осы видеоның астында ссылка бар Instagram каналыма, сол жерде актуальныйда видео салып қойдым. Сол видеоға қарап өзіңіздің асцендентіңізді, жалпы өзіңіздің натальный картаңызды көрсеңіз, қарасаңыз болады. Гуглдан, сол жерден қараңыздар, міндетті түрде анықтаңыздар, қай планета қай жерде тұр, өздеріңіз қарап көріңіздер карталарыңызды. 2025 жыл бізде көп оқиғаларға, көп ингрессияларға толы жылдың бірі болады. 2024-25 жылдар бізде бір переходный жылдардың бірі болады деп айтқан болатынмын. Осы 2025 жыл 9 санының төңірегінде өтетін болады, яғни очищение, тазару, керек емес нәрселерден арылу. Яғни бұл бізде кульминационный сандардың бірі, 9 саны кульминация, қорытынды жасайтын жылдардың бірі болады. Қаңтар айында бізде ай түйіндері өзінің осін ауыстыратын болады. Олар осы уақытқа дейін тоқты мен таразы белгісінде болды соңғы 1,5 жылда. Енді олар балықтар мен бикеш белгісінің осына ауысатын болады. Яғни сіздердің 11 және 5 секторларыңызға ауысады. Осы соңғы 1,5 жыл сіздерде егер напряженно қиын өткен болса, онда кішкене расслабиться ететін, өздеріңізді жіберетін уақыт келді деген сөз. Солтүстік ай түйіні сіздердің 5 секторларыңызға түсіп тұр. Яғни 5 сектор бұл өмірден ләззат алу, өмірді сүру дегенді білдіреді. Енді бұл жерде 5 сектор бойынша сіздер кішкене сізді ограничивать ететін, қатты ойландыратын нәрселерді жіберу керек. Оңтүстік ай түйіні бұл біздің багажымыз, біздің арқалап жүрген навыктарымыз, біздің арқалап жүрген жүгіміз. Ал солтүстік ай түйіні болса, бұл біздің эволюциямыз, біздің дамуымыз. Солтүстік ай түйіні бойынша сіздер алдағы 1,5 жыл бойы өзіңізге ұнайтын нәрсемен айналысуыңыз керек. Яғни өзіңіздің шығармашылық потенциалыңызды алып шығуыңыз керек. Шығармашылық потенциалыңызды дамытуыңыз керек. Және де 5 сектор бойынша бұл сіздерде үйлену, үй болу, сондай бір серьезный қарым-қатынастар болуы мүмкін. Осы жылдың бірінші жартысында. Одан кейін қаңтардың 21 күні өте маңызды энергетикалық мощный күндердің бірі болады. Өйткені осы кезде Плутон планетасы мен күн планетасы бір нүктеде қосылатын болады. 21-нен плюс-минус 3 күн деп есептеңіздер. Маңызды шаруаларыңыз болса, кездесулеріңіз болса, осы күнге жоспарлауға тырысыңыздар. Яғни осы күндер сондай бір жолы болғыш, осы күн удачный күндердің бірі болады. Осы күнге жоспарлаңыздар. Одан кейін бізде 14 мен 29 наурызда өте маңызды периодтың бірі. Бұл кезде айдың және күннің тұтылулары болады. Енді бұл айдың күннің тұтылулары сіздердің 11 және 6 секторларыңызда өтеді. Қандай да бір онлайн жұмыстар болуы мүмкін, қандай да бір предложениялар болуы мүмкін, ұсыныстар сіздерге жұмыс барысында, жұмысқа байланысты. Бірақ та бұл кезде асығыстық жасамаңыздар. Сіздерге түскен қандай да бір ұсыныстарды міндетті түрде жақсылап ойланыңыздар, анализдеп барып жауап беруге тырысыңыздар. Енді 14 мен 29 наурыз аралығында ешқандай бір маңызды шешімдер қабылдамауға тырысыңыздар. Өйткені сіздер осы периодта маңызды шешім қабылдайтын болсаңыздар, оның жүгі ауыр болады. Яғни сіздер сол нәрседен ұзақ уақытқа дейін құтыла алмай жүресіздер. Енді егер үйлену керек болып жатса, сізге өзіңізге ұнайтын, уже піскен қандай да бір жобалар, жұмыстар болса, онда міндетті түрде осы кезде қабылдаңыздар шешімдеріңізде. Бірақ та енді спонтанно, ойда жоқта пайда болған ұсыныстар немесе жұмыстардан өте абай болу керек. Өйткені бұл кезде энергетика нестабильный болады, сондай бір турбулентный уақыттардың бірі болады. Одан кейін 4 айда бізде Нептун планетасы сіздердің 6 секторларыңызға кіретін болады. Жалпы Нептун бұл біздің тереңдігімізге жауап беретін планета. Бұл адамның подсознаниясына, түп санасына жауап беретін планета. Бұл бір белгіге ұзақ уақытқа кіреді, 10-15 жылға. Енді бұл сіздердің 6 секторларыңызға кіретін болады. Жалпы алдағы 10 жылда сіздердің жұмысқа деген көзқарасыңыз, жұмысты қалай істеу керек екені өзгеретін болады. Одан кейін алдағы уақытта жалпы жұмыс дегенде бұл сіздің жаңағы жалақы алатын жұмысыңыз болуы мүмкін, бұл сіздің үйдегі жұмыстарыңыз болуы мүмкін. Сіз бәлкім алдағы уақытта өзіңіздің үй шаруасындағы жұмыстарыңызды
делегировать етуіңіз мүмкін, яғни басқа адамдарға табыстау. Осы күнге дейін сіз егер барлығын өз мойныңызға алып келген болсаңыз, соңғы 1,5 жыл бойы сіздерде өзгеріс болып жатуы мүмкін. Яғни сіздер сондай нәрсені ойлауыңыз мүмкін. Яғни мен неге шаршаймын, мен басқа нәрсе істеуіме болады бұл уақытта деген сияқты сіздерде ойлар пайда бола бастайды. Яғни сіз рутинадан шығуға тырысасыздар. Алдағы 1,5 жыл бойы сіздер рутинадан шығасыздар және соған қарай көп әрекет жасайтын боласыздар. Одан кейін 5-ші айда Сатурн планетасы кіреді 6-ші секторларыңызға. Сол кезде кішкене қиыншылықтар болуы мүмкін. Әсіресе 29-30 жастағы, 59-60 жастағы адамдарда Сатурн планетасы қиынырақ өтетін болады. Өйткені Сатурн өзінің натальный орнына қайтып келетін болады. Сол үшін көп адамдарда осы жастағы, жаңағы айтқанымдай, жастағы адамдарда көбінесе кризистар болуы мүмкін. Бірақ бұның бәрі уақытша. Сатурн планетасы сіздердің бұл секторларыңызда 2028 жылға дейін болады. Яғни 2028 жылға дейін сіздерде жұмыспен қиналуыңыз мүмкін, жұмыс мәселесінде кішкене қиыншылықтар болуы мүмкін. Енді бұл әр адамның жаңағы картасындағы аспектіне байланысты. Мүмкін кейбір адамдар осы күнге дейін жатпай тұрмай еңбек етіп келді, ондай адамдарда керісінше жақсы жағынан проигрываться ететін болады. Өйткені Сатурн планетасы бұл бір структура, бір құрылым, форманың планетасы, дисциплинаның планетасы, уақыттың планетасы. Егер сіздің осы уақытқа дейін основанияңыз, фундаментіңіз жоқ болса, онда сіздер қиналатын боласыздар. Ал егер сіздерде фундамент бар, осы уақытқа дейін белгілі бір нәрсені жатпай тұрмай жасап келсеңіз, онда сіздерде награда болады. Енді әр адамның өзінің жаңағы картасындағы аспекттарына қарау керек. Жалпы Сатурн планетасы бойынша көп нәрсе оңайлықпен келмейді. Жаңағы айтқандай, егер өзіңіздің үйіңіздегі жұмыстарыңызды немесе бизнесіңізде барлық жұмысты өзіңіз істейтін болсаңыз, соларды делегировать еткіңіз келетін болса, сіздерге оңай соқпайды. Сатурн планетасы арқылы барлығы еңбекпен, қиындықпен шешілетін болады, бірақ шешіледі. Одан кейін 6-ші айда, маусым айында бізде Юпитер планетасы біздің күн жүйесіндегі ең позитивный планеталардың бірі Шаян белгісіне кіретін болады. Ол өзінің секторына кіреді. Сіздердің белгіңіз бойынша ол өзінің секторына кіреді. Енді бұл жерде сіздер көбінесе өмірдің мәні не, жалпы мен не үшін өмір сүріп жатырмын деген сияқты сұрақтар сіздерді мазалайтын болады. Одан кейін Юпитер планетасы бұл адамға сондай өсу, даму береді. Сол үшін сіздерде Юпитер 1 жыл бойы осы Шаян белгісінде болады, өсу, даму процесі болады. Сіздерде ментально өсу, кругозорыңыздың өсуі және отбасыңыздың өсуі болуы мүмкін. Осы жылы көп адамдар тұрмыс құруы мүмкін, әсіресе 2-ші рет үйленуі мүмкін, немесе 3-ші рет. Бір рет тұрмыста болған немесе бір рет үйленген адамдарда қайталама брак болуы мүмкін, қайтадан семья құру. Одан кейін 7-ші айда, шілде айында Уран планетасы Егіздер белгісіне кіретін болады. Уран планетасын айтып жүрмін, бұл нестабильный планеталардың бірі, ол сіздердің 8-ші секторларыңызға кіретін болады. Жалпы Уран планетасының Егіздер белгісіне кірген кезінде көбінесе жаңа технологиялар, IT бағыттары қатты дамитын болады. Жаңағы жасанды интеллект деген сияқты нәрселер. Енді сіздердің 8-ші секторларыңызға кіріп, Уран планетасы кішкене қаржылай мәселелеріңізде качелялар беруі мүмкін. Енді Уран планетасының, тағы айтам, Уран планетасының жеке аспектіне байланысты сіздің картаңыздағы. Егер Уран планетасының аспекттары жақсы болса, сіздерге неожиданный ақшалар түсуі мүмкін сіздің партнеріңіз арқылы, ол сіздің күйеуіңіз арқылы түсуі мүмкін, немесе сіздің жаңағы әйеліңіз арқылы түсуі мүмкін. Ал егер оның аспекттары негативный болса, кризис болуы мүмкін, ақшаның жетпеушілігі, қарыз болуы мүмкін, жаңағы тәуелді ойындар болуы мүмкін, азартный онлайн нәрселерге ақша салу. Баласы бар адамдар болса, үйінде оқушылар, студенттер бар адамдар болса, өзіңіздің балаларыңызды сол IT бағытына бағыттауға тырысыңыздар. Өйткені алдағы 7 жылда сол бағыттар қатты дамитын болады. Одан кейін 8-ші айда Марс планетасы сіздердің 12-ші секторларыңызға кіретін болады. 8-ші айда сіздерде кішкене внутренний агрессия болуы мүмкін, кішкене өз-өзіңізге ренжу,
өзіңізді кінәлау бір нәрсеге, білмеймін ол не нәрсе екенін, әркімде өзінің бір ситуациясы болады. Қандай да бір мәселеде өзіңізді кінәлі сезіну, қандай да бір мәселелерде компромисқа келе алмау. Сіз басқа біреумен келісесіз, бірақ сіз іштей келіспейсіз, яғни вынуждена, амалдың жоғынан келісу деген сияқты бір ситуациялар, деген сияқты бір мәселелер болуы мүмкін. Енді не болса да өзіңіздің ішкі, өзіңізге ұнайтын нәрсені айтуға тырысыңыздар. Егер өзіңіздің ішіңізден басқа нәрсені қалап, бірақ адамның айтқанына келісу болмайды бұл жерде. Өйткені сіздің күйігіңіз ішіңізге түсіп кетуі мүмкін. Сіздің, яғни нерв жүйеңізге қатты әсер ететін болады бұндай ситуациялар. Сол үшін не болса да, қиын болса да, оның артында ұрыс болса да, міндетті түрде жаңағы золотая серединаны табуға тырысыңыздар. Одан кейін 9-шы айда, қыркүйек айында бізде затмениялар болады. Айдың күннің тұтылуы екінші потоғы болады. Бағана бірінші потоғы бізде наурыз айында болды, 3-ші айда. Екінші потоғы 7-сі мен 22-сі аралығында болады. Осы кезде маңызды шешімдер қабылдамаңыздар. Бұл айдың күннің тұтылуы сіздердің 5-ші және 11-ші секторларыңызда болады. Бұл кезде сіздер өзіңізге ұнайтын, өзіңіз қалайтын бір нәрсені жасауыңыз мүмкін. Бұл кезде романтикалық периодтардың бірі болуы мүмкін, яғни махаббаттан бас айналу кезі болуы мүмкін. Немесе сіздің жаңағы өзіңізге ұнайтын хоббиіңізді реализовать ететін кез болуы мүмкін. Мүмкін сіз осы кезде қандай да бір өзіңізге ұнайтын нәрсе арқылы табыс табуға кірісесіздер. Жалпы онлайн сфераға көз жүгіртуіңіз мүмкін, көз салуыңыз мүмкін осы кезде. Онлайн сферада қандай да бір мүмкіндіктерді көруіңіз мүмкін осы кезде. Одан кейін сол 3-ші айда, наурыз айында жоспарлаған нәрселердің кульминациясы болады осы кезде. Немесе наурыз айында істеймін деген жұмыстарыңызды осы кезде бастайсыздар, немесе наурыз айында бастаған жұмыстарыңызды осы кезде аяқтайсыздар. Әркімде әртүрлі ситуация болады. Жалпы бұл сіздің жаңағы махаббатыңызға байланысты романтикалық период болуы мүмкін, сол периодтың аяқталуы болуы мүмкін. Немесе бұл жаңағы сіздің өзіңізге ұнайтын шығармашылық нәрсе болуы мүмкін. Яғни өзіңізге ұнайтын нәрсені сіздер монетизировать етуіңіз мүмкін. Одан кейін 10-шы, 11-ші, 12-ші айларда бізде барлық планеталар ретро қозғалысқа кіреді, яғни өзіңіздің қателігіңізді түзету. Осы кезде қандай да бір жұмыстарды оттачивать ету, жақсылап істеу, жұмыстарды толықтыру, қателерін түзету, қайтадан жасау деген сияқты процесс болуы мүмкін. Және де осы кезде кішкене депрессия болуы мүмкін, кейбір адамдарда стресс болуы мүмкін. Енді жаңағы романтикалық партнеріңізға байланысты қандай да бір турбулентный моменттер болуы мүмкін, яғни эмоциональный качелялар болуы мүмкін. Енді әр адам әртүрлі өткізетін болады, переживать ететін болады бұл периодты. Жалпы планеталардың ретро қозғалысы кезінде көбінесе ойлануға, бұрынғы жұмыстарыңызға, істелген жұмыстарға анализ жасауға тырысыңыздар. Міне достар, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. 2025 жылы сіздерге табысты жыл болсын, тек жақсылық алып келсін. Осы жылы міндетті түрде өзіңіздің денсаулығыңызға көңіл бөліңіздер. Өйткені жаңағы айдың тұтылулары болсын, жаңағы айдың түйіндері болсын, барлығы денсаулық осында тұр. Сол үшін денсаулықтарыңызға профилактика жасап жүруді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.